Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздерге Wildberries жайлы шындықтың бәрін айтайын. Құрметті достар, видеоның соңына дейін көріңіздер, лайк басыңыздар. Қазіргі таңда көптеген адамдар Wildberries арқылы ақша тауып, осындай дәрежеге жетіп курстар ашып жатыр. Мейлі 50 мың теңге, 20 мың теңге, 30 мың теңге, 100 мың теңгелік курстарды көптеген адамдар алып жатыр. Байып кетем деген оймен. Бірақ та сіздер біліңіздер, мысалы көптеген блогерлерді үйде отырған ата-аналар, студенттер қарайды. Бірақ сіздер бірінші біліңіздер, Wildberriesті бастау үшін сіздерге минимум кішігірім қолдарыңызда 300 мың, 400 мың, миллионға дейін болғаны жақсы. Неге? Өйткені сіздер қараңыздар. Қазір Wildberriesке Қазақстаннан көбінесе Ресей еліне жіберіп жатыр. Ресейде қазір кола, пепсиге дейін алып жатыр дейді. Өйткені Россия мен жаңағы басқа елдің арасындағы нені білесіздер, конфликті. Сол себепті ояқта товар тапшы болғандықтан сондай затқа дейін алып жатыр дейді да. Бірақ сіздер қараңыздар, сіз студент боласыз, үйде отқан ана боласыз, и блогерлердің историясын көресіз дағын, ойбай осындай курсты алсам, осындай байып кетем деп ойлайсыздар. Бірақ тағын сіздер мынаны біліңіз, содан кейін өздеріңіз шешім шығарыңыздар. Мысалы сіз 25 мың теңге, 50 мың теңге курс сатып алдыңыз Wildberriestен дейік, дұрыс па? Мейлі 50 мың теңге сатып алдыңыз, үйде отырған анасыз немесе студентсіз. Содан кейін сіз біліңіз, Wildberriesке тіркелу үшін сіз 240 мың теңге төлеуіңіз керек. 240 мың теңге. Сіз 240 мың теңге төледіңіз, және де курсты 50 мыңға сатып алдыңыз. Сізден уже 290 мың, мейлі 300 мың деп айтып қой, грубо 300 мың теңге кетті. Бағана айттым ғой, қолыңызда минимум 600 мың, 300 мың, 400 мың теңге болу керек. Сіз 300 мың, 400 мың теңге, уже сізде 800 мың теңге болу керек. Курсты сатып алып, ары қарай бастап кету үшін. Мейлі сіз қараңыз, қазір оптовик Қазақстанда көбінесе барахолкадан алып сатып алып жатыр. Мысалы сіз қараңыз, Wildberriesке 5 мың теңгелік товарды алдыңыз. Мейлі 3-4 есе қойсаңыз жақсы, 25-30 мыңға сатсаңыз. Қазір оптовиктердің өздері оны біліп алғанда Wildberriesке, мысалы сіз 5 мың теңге тауар алдыңыз, сіз 10 мың теңге қойдыңыз, сіз уже 5 мың теңге пайда таптыңыз деген сөз емес. Сіз оның упаковкасы бар. Wildberries'тің өзі телефонға, жаңа кез келген товарға алатын өзінің бір проценті бар. Услугасы бар. Сіз наоборот минусқа кіріп кетуіңіз мүмкін да. Сіз мейлі мысалы 50 мың теңге, 100 мың теңгелік тауарларды алып сатсаңыз, қанекей. Мысалы сіз суретке түсіріп описание жазып, Wildberries деген ол кәдімгі Каспий магазин Қазақстанда. Ояқта товар саласыз, описание жазасыз, сөйтіп сатасыз. Мысалы сіз 10 мың теңге деп қойсаңыз, жаңағы оптовиктер ол товардан 5 мың теңге деп салып қою мүмкін да. Түсініп отырсыз ба? Сосын сіз студентсіз, үйде отырған анасыз, сіз Wildberriesті ашу үшін сізде міндетті түрде ИП болу керек. ИП-ны білесіздер, ай сайын ақша төлейсіздер, жаңа Каспий Пейге түскен ақшаны жаңа жылына 2 рет па отчет бересіздер. Сондай тағысы бар. Лучше сіздер, мысалы мен қазір Wildberries ештеңе айналыспаймын, Каспий магазинінің өзінде объявление бар, сол жаққа салам, және де оптовый товар сатып алып, мысалы сіз 25 мың теңге курс сатып алдың орнына, мысалы мынандай наушниктер, осындай нелер бар, қазір сатылып жатқан жаңа жылға қарсы, сондайларды сатып алып, оптовый бағада 4,5 мың, 5 мың теңге сатып алып, қойып сатсаңыздар болады да, кішігірім егер табыс табамын десеңіздер. Бірақ студенттерге, үйде отырған аналарға ол мүмкін емес деп ойлаймын. Ол Wildberriespен жаңағыдай немен айналысу үшін ол мықты қаражаты бар, көп жақсы қалтасы көтеретін азаматтар ғана айналысады деп ойлаймын. Былай үйде отқан студенттерге Wildberries егер ақшасы болса айналсын, бірақ ақшасы жоқ болса, ол білмеймін қақта. Сондықтан да сіздерге мен жақсы ақпарат бердім деген ойдамын. Мен өзім товар алып сатып жүрмін, негізі оптовый AirPods'тар, комболар, жаңағыдай сағаттар. Тоже барахолкадан алам, Инстаграмға, Каспийге салам, сөйтіп үстіне бірге бір қойып сатам, доставкасын тегін деген сияқты. Егер қатты саудамен айналысқым келеді десеңіздер, солай істесеңіздер болады. Егер жоқ десеңіздер, курсты оқимын десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Мен сіздерге просто кішігірім сол товарлар жайлы, курстар жайлы ақпаратты беріп жатқаным. Сол баршаңызға рахмет. Осы видеоға лайк басып таратсаңыздар міндетті түрде жақсы болады. Менің Instagram, TikTok парақшаларыма тіркеліп кетіңіздер. Ол Instagram, TikTok'ымда тура осындай Mikontv Official деп жазсаңыздар шығады. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар. Бай.